Ассалаумағалейкум ағайын. Өздеріңізді білесіздер, көп уақыт болды қасымдағы шәкіртім Абылайхан Нұрланұлы екеуміз абай сабақтарын жүргізіп келеміз. Міне енді ең соңғы абай атамыздың ең соңғы еңбегіне де жеттік. Үшеме төрт ретке бөлшекте бол осы еңбекті айтып талқыға салып алдарыңызға саламыз. Бүгін сол еңбекті бастайық деп отырмыз. Осы тастиқ деген еңбек туралы. Бүгін бізде міне 38-ші қара сөз бұрынғы ретпен тастиқ деген атты кітабы абай атамыздың. Осы тастиққа кіріспес бұрын тастиқ деген сөздің мағынасы туралы айтсаңыз. Тастиқ деген не? Тастиқ деген сөздің мағынасы түбір сөз сыдық деген араб сөзі. Сыдық деген шындық дейді. Біз ана сыдық, сыздық деген кісінің аттары көп қой. Соның бәрі қазақшалағанда шындық. Тастиқ деген сол шындықты жеткізу. Абайдың айтып отырған ең бір түпкі хақиқаттарды өзі түсінген, білген, соны халыққа жеткізейін деп тастиқ деп ат қойған. Осы кітаптың тастиқ. Бұл бұрыннан бері көп нәрсені айтып келді ғой. Мынау ең бір жүректегі жатқан өте күрделі хақиқаттар. Бұны бас көзімен көре алмайтын хақиқаттар болғандықтан арнайы жазған. Және айта кету керек, бұл бұрынғы қара сөздерді қысқа ғана болғандықтан ол бір айда бірнешеуін жазып солай жылжыған ғой, 40 қара сөзді. Ал мына қара сөздің ерекшелігі бұл өте көлемді еңбек. Және абай атамыз сенсеңіз 3 жыл бойы жазған. 1899-901 жылдар. 3 жыл жазу деген абайдай данышпанға ол үлкен мерзім. Себебі мұнда өте қиын әлемдік мәселелер қозғалған. Құдайды тану, адам тану деген сияқты. Толық адам деген сияқты. Сондықтан 3 жылын кетірген. 3 жылда 3 кітап жазып тастауға болар еді мысалы. Бірақ неге? Себебі мынаның тереңдігі сондай. Мұндағы әрбір тезисті алып, әрбір сөйлемді алып талдап кетсе, қазір диссертация жазып жүр ғой жастар. Соны бәріне де жүк болады. Сондықтан бұған таңғалуға болмайды, неге 3 жыл жазды деп. Бұл өте күрделі. Қазір мен мақала жазып жүрмін деп. Абайдың осы аталған даналық трактаты ұлттық брендіміз деп. Біздің қазақта осыдан артық әлемге міне біз осындай қазақпыз. Міне осындай біздің ой пиегіміз бар деп көрсететін ештеңе жоқ. Маңайлайтын да жоқ. Сондықтан бірден бір осы қазақтың ойының шыңы даналығы деуге болады. Енді бұл еңбекті өмірінің соңғы кездерінде жазған ғой. Әрине, жаңа айтып отыр, 1899 жыл бастаған, 1899-да бастаған. Содан кейін 3 жыл жазған. Бұл өмірдің соңы. Бастайық. Ей жүрегімнің қуаты перзентлерім, сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып ядкар қалдырайын. Ықыласпенен оқып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл ғылым деген нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі қауас салим, һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады дейді. Міне осы арада қызық дүниелер көп. Ей жүрегімнің қуаты перзентлерім деп бізді айтып тұр ма? Деп айтқан ол біз қазақты ғана емес. Бұларда мәселе сонда. Бұл бүкіл мұсылман әлем, бүкіл әлемді айтып тұр. Адамзат. Себебі бұл қазаққа жазып бітті. Ғақлидің кітабы қазақ туралы айтты. Енді бұлар қазақ туралы бір ауыз сөз жоқ мұнда. Мұнда тек бүкіл әлемнің жұртына, адам баласының бәрін айтқан. Перзентім деген сол. Ол Қытай болуы да мүмкін, неміс болуы мүмкін, бәрін айтып отыр. Себебі мұнда ортақ дүниелер бәрі. Мына жерде ядкар деген ескерткіш қой. Ескерткіш қалдырайын деп отыр. Ескерткіш қалдырайын деп отыр. Сонда қараңыз, бұл арада жаңа сөзді немен айтып отыр абай? Адамның мінездері туралы айтып отыр. Осы кітап дейді, менің мінездер туралы болады. А мінезді қалай түзеп? Айтамыз ғой, мінез түзелмейді. Қай мінезбен тудың, сол мінезбен өлесің. Бірақ мінезді түзейтін бір нәрсе бар, ол махаббат деп отыр абай атамыз. Махаббат ол мінезді де түзейді. Адамның адамдығы дейді. Адамның адамдығы осы махаббаттан туады. Сол адамның адамдығы неден дегенді айтып отыр ғой. 3 нәрсе дейді. Қауыс сәлем деген ол сенің денің сау болып тууы. Сонда бала өмірге жаңағыдай сау болып келу ғой өмірге. Дені сау болып келу, ақыл ой бәрі дұрыс болу керек, тән саулығы болу керек. Одан кейін тән саулығынан кейін қалған дүниелер ата-ананың тәрбиесіне байланысты.
құрбы, ортасына өскен құрбысы, және ұстаз болу керек адамда. Бір мұғалім бола ма, молда бола ма, бір ұстаз, бір ауылдың ақсақалы да болуы мүмкін, ұстаз керек адам, онсыз қиын болады. Әрі қарай оқиық. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуел бастан бала өзі іздеп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйір қылу керек дейді. Енді бұл талап ұғым махаббаттан шығады деген қандай мағына? Талап ұғым емес, түгел дүние махаббаттан шығады дедік қой жаңа. Мінезді махаббат қана түзейді, иә. Сол мінезді түзелу үшін махаббаттан шығатын талап керек. Сен өсуің керек. Сен бір жерде тұрып қалмауың керек. Соны өсіретін сені талап. Ол ғылым білімге керек талап. Баланы зорлықпенен яки алдауменен үйір қылу керек дейді ғылымға. Иә, оның өзінің дәрежесі өсуіне ынталандыру керек. Бірінші класстан кейін екінші класс үшін солай сабақ оқиды, сол сияқты рухани да солай өсу керек. Жетілу керек. Қашан бір бала ғылым білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Ол жаңағындай айтып отыр ғой, мінезді түзейтін махаббат деп отырғанымыз сол. Ол ғылым білімді де махаббат мінездеу керек. Сен оны зорлап алдында үйретесің, бірақ ол кейіннен соның дәмі татып махаббат пен ғылым артына түссе, оның аты адам болады, ешқандай кепілдік. Ол жаман адам болмайды, адам болады. Махаббатпен көксесе. Махаббатпен көксеу деген ол өте маңызды, Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфағат, тәпқы, мұзаратыларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады дейді. Бұл жерде біраз нәрсе айтып тұр, Алланы тану, дүниені өзін тану деп. Көп нәрсе айтқан. Бұлай ғой, мәселе өркениет, прогресс деген бар ғой. Соның екі жағы бар. Заттық прогресс бар. Одан кейін өркениетте материалдық прогресс бар. Ол мына тәнге ғана байланысты. Ешқандай ақыл ойыңа сен адамдық ешқандай қатысы жоқ олардың. Бірақ прогресстің рухани прогресс те болуы мүмкін. Өркениетте рухани жағы бар. Мұны Абайдың айтып отырған сол екі жағында бірдей керек дейді. Мынау Алланы тану мен адамды тану өзің прогресстің рухани жағы ол. Дүниені тану деген осы бүгінгі ғылымдар жаңағы география, физика, химия, олардың бәрі мына прогресті, материалдық прогресті алып кетеді. Осыны Абай атамыз бүкіл ғылымды классификациялады, төртке болып. Бүкіл ғылым осыған кіреді, түгел. Соның ішінде дүниені танымақ, біздің барлық жоғары оқу орындар, бәрі мектептерін оқып жүрген сол төртеудің біреуі ғана айналып. Бір ғылым. Біз соны ақшаны төгіп тұрып, соны оқытып жатырмыз, адам болады деп. Жалғыз дүние танып қана адам болмайды. Абай атамыз соны біліп әдейі айтып отыр, төрт нәрсе деп. Бұл жерде өзін танымақтық, және Құдайды деп және де мына жерде дәпқа мұзаратыларыны айырмақлық дейді. Жақсы жаманды айыру ғой. Ақ пен қара. Алланы танымай, өзін танымай тұрып, сен жақсы жаманды айыра алмайсың деп отыр. Қазір бізден неше диплом болса да, министр болып жүрсе де ол адасып, қателесіп, сотты болып, өзі бытшыт болып жатыр адамдар. Себебі жақсы жаманды айыра алмаған. Ол тек сауатты ғана, ішінде не жоқ. Надан болсын ба? Рухани надан ғой. Рухани надан. Мұна Абайдың айтып отырған көзді ашу, рухани көзді ашу. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан молдаға берген болады. Ол балалары өздері барған болады. Ешбір бақырап болмайды дейді. Әрине, алдында біз тек малды тап деп үйретеміз. Алдау, қулыққа. Тек қана өзің жақсы бол, басқаларға ештеңе берме деп үйретеміз. Одан ойбай, мына молдаға берген боламыз дейді. Мына дұрыс адам болсыншы деп. Ол қайдан дұрыс адам? Сен өзің мінезін әлден қалыптастырып алдың, оны эгоист қылып. Қазір тіпті эгоист болып кетті. Қазір ойбай, сен ғана жақсысың, сен ғана ана басқа балалардан артықсың деп өсіреді. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман иқтиқатқа да қиянатпенен болады. Бұл қиянатшылдар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман, олардың адамдығының кәмәлат таппағы қиыны дейді. Әу баста махаббат болмағандықтың кесірі бәрі. Әу баста махаббатпен үйретіп, ғылым жолына салып, соны сен жақсы адам бол, бұлай деп қақсап айтпағаннан кейін жіберіп аламыз біз баланы. 5 жастан кейін, 7 жастан кейін ол жарым адамның жолына түсті ме,
одан қиын қайтару. Әрі қарай не дейді? Себебі Алла тағала өзі хақиқат, растықтың жолы. Қиянат хақиқат пен растықтың дұшпаны. Дұшпан арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды дейді. Бұл жерде Алла тағала өзі хақиқат деп тұр ғой. Осы. Бұларда адамның тән мен жан ғой. Егер сен тәнмен кетсең, тәннің ғана жағдайымен кетсең, сен Алладан алыстап кетесің. Себебі материалист бол. Алла деген рух. Сен Аллаға тек рухпен ғана жетесің, рухани немен. Рухани деген не міне? Ол қиянат жасамау, жақсы көру, жаңа махаббат деген. Көзге көрінбейтін нәрсе ғой. Махаббат деген ғана Құдаймен байланыстырады, басқа ештеңе байланыстырмайды. Махаббат жоқ болса, оның орны бос тұрады да, қайда? Қиянат кіреді. Қиянат деген ол өсек айту, өтірік айту, алдау, жаңағы тентек баланың бәрі қиянатшыл болатыны. Онда махаббат жоқ, махаббаттан ада. Әжесі болмады, атасы болмады, кім біледі? Әйтеуір Құдай жүрегіне махаббат бермегеннен кейін ол бала жаңағыдай Алладан алыстай береді. Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды деп тұр. Ол шындықта табылмайды. Ол мына дүниеге алданып жүре береді. Мына машина алғысы келеді, сол машинамен жүреді. Одан кейін үй алғысы келеді. Сөйтіп ақыры миллионер болғысы келеді, ақыры омақасы құлайды да артын тіз қалмай өледі, ондайлардың көбі. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықтықпенен табылады. Ол Алланың ғылымына емес, хамманы білетұғын ғылымға ынтықтық өзі де адамға өзіндік ғылым береді дейді. Осы жерде. Міне осыға дейін ол Абай атамыз махаббатты айтып берді. Махаббат керек деді, енді махаббаттан кейін орында тұрған не? Ғылым керек екен. Ғылымсыз дейді, жаңа жақсымен айыру да жоқ, алға басу да жоқ. Дүниеде өзі, малды өзі деген сөз. Ғылымға көңіл берсін. Ғылым түгел ұлтты да көтеретін ғылым, мына әлемді де жаңғырып жатқан ғылым, әлгі біз айтамыз ғой, не деп, экологияның түгелі ғылымнан шығады. Себебі Алла тағала мына жасағанда 18 ғалам дейміз ғой, ғылыммен жасаған. Ғылым деген сөз ол қателеспейді, мінсіз. Ғылым жоқ жерде шатақ бар. Ғылым жоқ жерде жасандылық. Бұл адам ғылымы деп тұрмын бұл жерде? Бұларды Алланың ғылымы мен адам ғылымы деп тұрғаны, Алланың ғылымы шексіз ол бәрі. Тұтас, тұтас. Мына ағашты да істеді, теңізді де істеді, Алла тағала бұлтты да істеді, түгелін істеді. Шариғат бәрі. Оны жаратқан дейді, түгел жаратты. Алла істеді, жаратты. Ал адамдар одан бөлек, олар жасайды, жаратпайды. Жасайды. Бар нәрседен бар нәрсе. Космосты ұшып жүрген космонавтар көреді екен. Алла тағаланың дүниесі бар, жаратылған. Соның ішінде шам жанып, қаладар нешеті жарқырап тұрған, олар адамның тірлігі. Сонда олар жаңағы үлкен қаладар, мостар, бәледар нешетің бәрі, олар бір адамның ғылымымен жасалған адам. Ал жер шар, космос, ол Алланың ғылымымен жасалған. Сонда салыстырып бар, Алланың ғылымы ол шексіз, күннің ар жағында. Адамның ғылымы ол сол жердің бетінде тірлігі. Ақылын жеткен жері. Ақыл жеткен бір кішкентай зәрреде бөлшегі деп тұр. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдық түр. Осы жерде. Міне осы арада өте маңызды. Ғылым Алланың бір сипаты деген қалай? Ғылым Алланың бір сипаты, Алла айттым ғой, түгел не нәрсені жасаса ғылым арқылы жасайды. Ғылым. Себебі қате жоқ онда. Ғылыммен жасайды. Ғылым жоқ жерде қате болады. Сен шатасасың. Ғылым деген ол ақиқатқа жетудің жолы. Ғылым Алланың бір сипаты деген. Мысалы үшін қазір біз Қазақстаннан ғылым бізде жоқ. Содан кейін біз адасып жүрміз әлі, дамымай жатырмыз. Ғылым академиясын жауып тастадық, ақша бөлген жоқсыз. Ғалым деген аты қадір кетті. Жастар бармайды. Онда ел дамымайды. Себебі ғылым Алланың жаңағы ең күшті қуаты болғандықтан біз соған жауыспай сол арнаға кірмей қалдық та жүрміз әлгі Африканың адамдарға ұқсап. Түземсі дейді ғой. Ғылымсыз, ғылым ол бәрі қозғаушы. Абай атамыз не үшін ғылымды көп айтты? Халық пен халық теңестіретін немене нәрсе? Білім. Тек ғылым мен білім, басқа түкте теңестіре алмайды. Сондықтан біз қазірде ғылымды, ұлттық ғылымды дамытпай, біз теңесе алмаймыз. Құр сауда мен Құрана инвестиция әкеп қаншамыз жол салып тастап болмайды. Сондықтан ғылым ол қозғаушы күш, ол Алланың басты сипаты. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғизат құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббатыменен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды.
Мал мақтан ғизат құрмет адамды өзі деп тапса, адамдықты бұзбайды, һәм көрік болады. Егер де адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да таппаса да адамдығы жоғалады дейді. Бұларды да ескертіп отырған дұрыс. Қазір бізде кейбір ғылымдар бар, ол көбін дәрежеге жетті академиктер бар. Бірақ сенің жаңағындай көздеп соны ғана көздегенде сенің ғылымыңда жасанды болып кетеді. Сын жүрекпен істемегеннен кейін, Алладың қолдауын таппағаннан кейін. Шектеулі адамдар ғой. Ол шектеулі адам болып қаласың да, сенің жасағаның күшті болады, ол пайдалы. Но бірақ жаңағындай оның зияны да болып тұрады. Ғылым деген ол сондай асыл нәрсе. Ол Алламен байланыстырса болғандықтан, ол рухани жаға міндетті түрде болады. Сонда жаңағыдай мал мақтан ғизат құрметті іздемей, соны махаббатпен іздеу керек деп. Махаббатпен іздеу керек. Сен қанша ақша беріп жатыр, қарамау керек. Ғылымда солай ғой негізінен. Істей береді, сонымен жаңалық ашылады. Енді хақиқатты сүйіп шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақтық емес. Сен Алла Тағаланың бірлігіне уә Құранның оның сөз екендігіне уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам оның тарапынан елші екендігіне инандың. Жә не бітті дейді. Жаңа айтып отыр ғой. Енді иман туралы айтып. Ғылым деген шындық. Жаңа бұл айтып отырған бәрі ғылым, рухани ғылым. Ғылымды айтып отыр бұл жерде. Сонда дейді, сен құрған ауызбен айтып, Алла Тағала барында сенен пайғамбарға сен 5 парыз орындап жүр деп айтсаң, бірақ жүрегің әлі жетпесе, ол ғылым емес әлі. Ол тек сен тәніңмен орындап жүрген нәрседер. Одан сен не пайда дейді? Сен пайда ала алмайсың одан. Пайда алу үшін міндетті түрде тәніңмен ғана емес, ішкі дүниеңмен тазарып барып істеу керек. Сонда сен ғылымға жетесің, ғылым Аллаға жеткізеді. Тазалық керек бұларда. Сонда ғана хақиқатқа жетеді деп тұр адам, иә? Сонда ғана ғылымға жетесің, хақиқатқа жетесің. Ғылым мен хақиқат бір сөз. Сен Алла Тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла Тағалаға келбір ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, жа инандың. Ол инанмақтығың құр ғана инанмақтықпен қалса, саған пайда бермейді дейді. Бұл өте маңызды сөз ғой. Себебі сен шын илансың. Сен жасанды иланғаның, жасанды сенгенің ешкімге де керек жоқ. Өзіңе де пайда бермейді. Пайда береді, сен шын сене бастасаң, соншалықты пайда ала бастайсың. Бұл арада өте маңызды нәрсе. Себебі шын сену деген ғылым. Ғылымға сену. Ғылым Алланың сипаты. Ол хақиқат. 99 естіп бересің, қазір неге біз материалистер көп? Себебі біз сенбейміз. Бар ма жоқ па, бір Құдайымызды өлгенде ғана білеміз дейміз. Болды, сенбейміз. Көріп тұрған жоқ қой. Көріп тұрған жоқпыз, жауып тастадық. Одан кейін бізге шапағат түспейді, сол пайда ала алмаймыз одан. Пайда аласың, егер де сен шын сену керек. Өзгере алмаймыз. Өзгере алмайсың, мінезің өзгермейді. Себебі сен өзіңді жауып тастадың. Бар ма жоқ па, бір Құдай біле, ешкім ол жаққа барып келген жоқ дейсің. Көрген жоқ қой. Болды, сен пайда ала алмайсың дейді. Сіз аманту биллахи камаху би асмаихи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Алланың аттары һәм ол Алла Тағаланың фиғыл ғазимләрінің аттары. Олардың мағынасын біл һәм 8 сифат затиялары не деген сөз кәміл үйрен дейді. Бұл жерде жаңағыдай аманту биллахи деп айтып тұр ғой. Осы Құдайдың несі туралы? Иман келтір ғой. Иман келтіру, есімдеріне, иә? Енді Алла бар деп, илан деп отыр ғой. Илану үшін адам бірінші тану керек. Таныса ғана ол иланады, одан қорқады, одан оны сезіне бастайды, мойындай бастайды. Таныту үшін қалай үшін? Одан кейін Алланы адам сияқты көрсетуге тура келеді. Оны сипаты көреді, естиді деген сияқты адам түсіну үшін. Тегінде онда Алланың көзі біздің көзіміз сияқты емес. Жалпы адамға келмейді де. Бірақ адамға солай түсіндіру керек те. 8 субъектіні осыны ұғып деп айтып отыр. Солай бастады. Әрі атап бар. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүсілім ат қойып, тәслим болғаның рас боласың да. Өз пиғылдарыңды соған өз халіңше ұқсатуға шарт қыл. Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, надандықпенен ол сөзден жиіркенбе. Ұқсамақ дәл бірдейлік дағуасымен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла Тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, самиқ, ирада, кәлам, тәкуин. Бұл 8-нен Алла Тағалағыдай кәмілет ғазамат бірлен болмаса да пендесінде әрбіріне өз халінше бар қылып жаратыпты дейді. Жаңағы 8 сипат туралы айтып тұр.
адамның өзіне түсінетін ұғынатын қылып айтып отыр. Алла тағала сондай бар Аллада. Аллада жоқ болса бізде де жоқ болар еді. Бізде кішкентай болса да бар ғой, ол Алладан келіп тұр деген сөз. Сондықтан Алла сені үлкен жаратушы, сен кішкентай оның бір молекуласың. Сен соған артынан еруің керек, ұқсап бағу дейді. Сол кезде адам қабілет, адам ашылады. Соны айтып тұр. Сонда ашылады. Жаңағы иман. Біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәрі атта сипатымызды ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақпенен біздің атымыз мүсілім бола ала ма? Болмаса керек дейді. Әрине, ол жаңа айтып отырмын, шын иман болмай. Оны өлгенде бірақ көреміз десең, сен мұсылманмын дегенмен мұсылман емессің. Мүсілім деген шын берілу, исламға. Жаңа шын сену, мүсілім деген сөз. Сондықтан шын сенім керек деп тағы да айтып отыр. Шын сену керек. Ол Алла тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес. Біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифатуллах қиын болады дейді. Жаңа баған айттық қой. Солай Алла сипаттамаса адам мүлде ұқпайды, оны не екенін білмейді. Мағрифатулла деген тану, Алланы тану. Алланы тану ғой. Мағрифат деген тану деген сөз. Алланы тану керек деп отыр. Мысалы үшін біз тәңірлік дін болды, ежелгі тәңіризм дейміз ғой. Онда Алла тағала ұғым жоқ, онда тек табиғат арқылы берілді. Теңіз, мынау тау, ағаш өсіп тұрған бәрі тәңірдің көрінісі болғандықтан, кез келгеніне ағашқа ағаш бойлап Құдай табына бер деді. Ол қате емес, ол жалпы дұрыс. Бәрі Алланың нәрсесі болғандықтан, любой нәрсесі ол Алланың бөлігі, көрінісі. Бірақ мына арада Алланың өзін де тануға ұмтылу керек. Жаңағыдай 8 сипат арқылы. Сонда сен тезірек сезінесің. Құлшылықтан бұрын бірінші тану керек. Тану керек. Танымайтын нәрседен адам қорықпайды. Біз Алла тағаланың өзінің білгені қадар ғана білеміз. Болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгіл хикметіне ешбір хакім ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Бірден ескертіп отыр. Алланы таныдық деп біз өз мөлшерімізді ғана айтамыз, шамамыз келгенше. Ол мүмкін емес. Мүмкін емес дейді. Ол Алланың екенін суреті де жоқ, ол энергия, қуат. Күннің сәулесі келіп жатады ғой. Сол сияқты көрінбейтін қуат ол. Әр адамды, жәндікті, құмырсқаға дейін бәрі соның қуатымен жыбырлап жүреміз. Ал сен сол қуат қайдан келді көрейін десең де жете алмайсың. Бірақ білуің керек. Үлкен бір анамыз, әкеміз бар, дақой деп сондай ұғым керек. Құдірет барын жүрекпен сезіну керек. Біз Алла тағала бар дейміз. Бір дейміз. Бір демекілікте ақылымыздың ұғымының бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демекілікте Алла тағалаға лайық келмейді дейді. Бір деп айтады дейді. Бұл енді әлгі осындай дау көп, әлгі не дейді, монотеизм деген. Бұрын көп құдайшылық болды. Мұндан кейін мына христиандарда Құдайдың 300-і бар дейді. 3 Құдай демейді, 3 түрлі несі бар. Соның бәрі көп даудан соны түсіндіріп отыр Абай. Ол қанша жерден айтсақ та ол бір нәрсе, бір құдірет. Бір құдірет бітті. Бірақ сол бір құдірет дегеніміздің өзі жеткіліксіз дейді. Ол не екенін түсінеді. Оның өзі біздің миымызға ғана артық. Адамға мысалы мынау бір, мынау екі десе ғана түсінеді ғой адам. Сол үшін түсіндіріп бір деп отырмыз. Бірақ нағызында ол бірден де жоғары деген сөз ғой. Шексіз. Ол бір деген сөз Алла ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде дейді. Әрине, жаңа қуат әрбір кішкентай жәндікке дейін бәріміздің ішімізде қуат бар. Бізде Алланың ойымыз, санамызды бәріміз біліп қуат, біз қозғалмаймыз қуат болмаса. Сондықтан қалай біздің ішімізде де Алла бар. Кішкентай қуаттан бізде Алланың бір бөлшегі. Бәр жерде ол бар. Барлық ғалам Алланың ішінде. Алланың өзі жаңа ғаламның ішінде тұр. Бұлар хаммасы Алла тағаланың затия, субутия ва фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет, 8 сипаттан қалған 6-ау бұларға шарх дейді. Бұдан ары қарай енді нетсек ұзап кетеді сөз. Мұны халыққа түсінікті болсын ғана айтайық. Жаңа 8 сипаттың дейді Абай атамыз. Тек біреуі ғылым,
ғылым ғана бастысы екен. Ғылым бастысы, иә. Сол ғана қарекет береді, сол бригадир сияқты етіп отыр адамдарға. Командир сияқты айтып отыр. Көру, есту, қалау. Қалғандардың бәрі соның салдаты. Олар жеке-жеке емес дейді. Ғылым бәрі. Айттым ғой бағана, неге ғылымнан бастады? Ғылым ең жоғары тұр. Ғылым дамысаған адам дамиды, ғылым дамысаған ұлт дамиды. Ғылым ештеңе жоқ. Сондықтан мына жаңағы біздің көру, есту, жаңағы субъективтер қылу, жасау бәрі ғылымның көмекшісі. Олар бірдей деп санамау керек. Сонда ол ғылыммен көреді, естиді, жаратады. Ғылыммен жаңағыдай ғылымның көмекші құралдары андар. Міне осыны білмегендіктен әлемде бұл теологияда әлі күнге ашылмаған жаңалық. Бұл Абай ашып отыр. Жаңағы 8-10 болсын субъективтердің қанша болса да, ішіндегі ғылым, соның ішіндегі басшысы, соның қозғаушысы екенін Абайдан басқа ешкім айтпаған мәселе. Бұны егерде батыс Европаның философиялары білсе, Абайды көкке көтерер еді. Біз әлі күнге жеткізе алмай жатырмыз. Бұл жаңалық. Олай болғанда ғылым құдірет сипаттары секілді босанбай һәр уақытта жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағала лайықты емес дейді. Егер де жаңағында сипаттарын бәрі тең деп қойсақ дейді. Біреу өзін құрған естумен шұғылданып кетеді, біреу жаңағы бір жасаумен істеп кетеді. Бәрі бейберекет кетеді. Жаратумен. Ол ықтиярсыздық шығады, Алла тағала ондай болмайды. Бір сипатына нетіп кетеді. Олай емес дейді. Олардың бәрі ана ғылымға ғана бағынады дейді. Ғылым құдірет. Ғылым құдіреттің айтқанын істейді. Анадар көруде ғылым мен құдіреттен 6 сипат шарқ деген соған жаңағыдай түсініктеме. Ғылым құдірет деген бір нәрсе өзі. Бір нәрсе. Ғылым құдірет бір нәрсе. Сол ғылым құдіреттің анадардың бәрі қасында жүрген шарқ деген серік деген сөз. Сол көмекшілер болды. Сонда жаңағыдай ғылыммен құдіретімен де көреді, естиді, жаратады деуге де болады. Солай да. Ғылыммен де құдіретімен де. Сол ғылымның бәрі ғылым құдіреттің құралы анау. Көру, есту, жаңағы прибор. Ол ғылым құдірет ешбір ниһаятсыз. Алланың ғылымында ғафлат, құдіретінде епсіздік я нашарлық жоқ дейді. Ғылымның ерекшелігі сол, анадардың неге жоғары тұрады? Оның себебі ол шексіз, және онда не жоқ. Бір қателік болмайды. Алланы көру, есту, жаңағы жасауда қателік болмайды. Себебі ол көреді, естімейді. Бір ғана сипат қой. Мұны бәрін жиналғандықтан ғылым үстінен қарап отыр да, ол өзі епті, өзі мінсіз. Сол бәрі. 8 сипаттың ішіндегі ғылым. Мына жерде ғылым құдірет ниһаятсыз дейді. Сонда ниһаятсыз. Шегі жоқ. Көруде шек болады. Мысалы үшін ол көреді, сен алдыңды көресің, артыңды көре алмайсың ғой. Естуде де сен бір нәрсені естімей қалың ғой. Тым әлсіз дыбыс еді. Бір шек тұр. Ғылымда шек жоқ. Саниғын сұңғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрінген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырған ешбір адам ұғылының ақылы жетпейді. Қазірге дейін аны шарлап Американың бір неге етіпті, бір астрономиялық прибор, қайда осы күн сәулесі тұрған система ғой, содан ғасы басқа системаға өтіп кеткен екен. Оның ұшқанына бір 30 жылдар болды ғой деймін. Түгел, сонда шексігіне одар ғажаптаныпты. Кете бересің, ылғи осындай сүгіреді. Ана планета мұндай нәрсе деген, біз білетініміз күн сәулесін деген, күн. Анадар әріге кете береді деген шексіз. Мына жерде саниғын сұңғатына қарап білесіз дейді. Оның шеберлігіне қарасың, шеберлігі жаңағы, оның содан білесің Құдайдың іс екенін. Сонда қарау арқылы сол ой жүгірту арқылы. Ой жүгірту арқылы. Ешқандай қателік жоқ, біріне-бір соқтықпайды. Планеталар. Точно уақытында айналып тұр. Жүйе, Жүйе бәрі. Содан білесің Құдайдың бар екен. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші, оған қайрат, қуат, қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла тағаланың сипатында да солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым құдірет біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылым құдірет болуға тиіс. Біз құдірет пен ғылымда бөліп айтамыз ғой. Ой, мына құдірет екен дейміз, бірақ ғылымда демейміз. Мына карамат ақылды екен дейміз, бірақ ана құдіретті қоспаймыз. Бөліп айтамыз. Құдай тағала келгенде екеуі бір нәрсе дейді. Ол ғылым не жасаса да құдіретпен жасайды, құдірет күшті. Және ғылыммен жасайды. Екеуі бір болып кетеді. Бөліп айтуға болмайды. Біз бөліп айтамыз. Құдіретті дегенде бір күшті карамат адам болса, құдіретті дейміз, оның ғылымы болмауы мүмкін. Аллада екеуі бір. Ғылым құдіретті бір. 8 сипат қылып, және ол сипаттар ла ғайру ва ла хуа.
болып бұларды айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді дейді. Жаңа айттық қой, бөлік жасауға болмайды сипаттарды. Онда бір жаңада жамағаттар шығып кетеді. Ол қайтадан ол бір кішкентай құдай сияқты болып кетеді, жаңағы бір бөлшектер. Олай болмайды дейді. Егер де сипаттардың әрбірін басқа дегенде көп нәрседен жиылып, итифақпенен бірлесіп Құдай болған болады. Біреу деу батыл, Құдай бір ғана құдірет дейді. Жаңағыдай теріс нәрселер шығып кетеді деп отырған дұрыс. Ешқандай да ғылым құдіреттен басқа болмайды. Қалғанның бәрі орындаушылар. Бітті. Алла тағаланың Рахман, Рахим, Ғафур, Вадуд, Хафиз, Саттар, Разақ, Нафиқ, Вакил, Латиф деген есімдеріне бинаан негізделген бір ұлық сипатынан хисаплауға жарамайды. Бұл жерде бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыс Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпестей келісімменен жаратқан дейді. Енді мына сипаттар туралы айтып тұр. Бұларда жаңағы 8 сүбіті сипаттың бәрі былайша айтқанда материалдық деуге болады. Көру, жаңағы сезу, бірдеңе жасау, қалау деген. Бірақ тағы бұл жақта да екінші рухани жағы бар. Әлгі не? Махаббатқа байланысты нәрсе. Жаңа ғылым жасап жатыр ғой әлемде. Екінші махаббат дүние тұр ғой. Махаббат ол Алланың 99 есімі бәрі махаббатты білдіреді. Оның адамды Рахман деген жақсы көру, Рахим деген рақымды, кешіруші, жасырушы, сүйіспеншілігі, осындай 99 сипаттың бәрі дейді адамның ана рухани жағын білдіріп тұр. Жаңа ғылым құдіретінің екінші махаббатты білдіріп тұр. Сондықтан оны не істеу керек дейді, ары қарай оқыңыз. Бұл жерде жаңағы нақлия дәлел мен ғақлия дәлел туралы айтып тұр жаңағыдай. Сосы ғақлия мен нақлия туралы айтып кетті. Нақлия деген ол жаңағы заттық түрде көрінген нәрсені нақлия дейді. Ғалымдардың істеген бір нақлия ғой енді. Ғалымдар көреді, зерттейді. Оқып ізденген адамдар. Оның бәрін көруге болады, сезінуге, прибор болсын, нақлия. Ғақлия деген ол бас көзіне көрінбейді, сен ешқандай прибормен зерттей алмайсың. Ғақлия деген ол жаңағы не? Көрінбейтін рухани нәрсе. Көрінбейтін нәрсе. Заттық емес. Сондықтан ғақлия дәлелім дейді, жаңағы Алланың есімдері. Рухани жағы айтып отыр. Сонда нақлия деп бұрынғы қара сөздер нақлия болды? Қара сөздер нақлия. Нақлия сөздер олар. Ғақлия тастихат осы не болды? Осыған негізді таза ғақлия болатыны, мұнда өз несімен жазылғанда бұл немен жазылған? Алла тағаланың құдіретімен осы трактат. Ол кітаптан оқып емес. Илхам дейді. Құдай құлағына сыбырлаған дейді. Солай жазған бұл. Бұл ешқандай кімнен алып отыр, қалай жаз деп түсінуге келмейді. Ғалымдықтан жоғары деңгей ғой. Жоғары деңгей, бұл аян алған сияқты. Илхам деген жоғарыдан түсіп отырады, көктен. Соны жазып отырасың. Бұл таза сондай кез келген даналық нәрсе солай түседі өзі. Біз енді осы жермен тоқтасақ. Бүгінгі бұл ауыр текст болғандықтан осы аз-аздап жеткізсек, осымен қанағат болсын. Құрметті оқырман, біз бірінші бөлігін Тастих деген даналық трактат бірінші бөлігін айттық. Ол негізінен Алла тағаланы тану туралы болды. Жаңа көрдіңіздер, Алла тағаланың ең басты сипаты ғылым құдірет екеніне назар аударады абай атамыз. Ғылым құдіретпен бәрі дүниені жасайды, бірақ сонымен қатар оның екінші махаббат жағы да бар Алланың. Махаббаты ол 99 есім арқылы білінеді. Сонда екі жағын қамтып отыр. Ғылым құдірет пен махаббат Алланың толық тануға мүмкіндік береді деп. Келесі жолы ары қарай жалғастырамыз. Аман есен болыңыздар.